Құрметті Нұрбек Қарасайұлы, Аят Исатайұлы, қадірменді әріптестер. Маңғыстау облысы бойынша халықпен бірге сайлауалды бағдарламасының жол картасында 41-ші тармағында көрсетілген Ақтау қаласындағы 2023 жылға жоспарланған бір өрт сөндіру депосының құрылысы орындалған жоқ. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер, депутат әріптестер, өйткені өткен жылдың соңында осы жерде, осы залдың ішінде біз фракцияның отырысын өткізгенбіз. Сол фракцияның отырысында орындалмауға қаупі бар жобалар деп біз өзіміз соны қарап шықтық. Соның ішіндегі мына 41-ші тармақтың ішіндегі өрт сөндіру депосының құрылысы. Мен енді азғантай бір бұның тарихын айтып кетейін. Өткен жылдың 10 тамызы күні облыс әкімдігінің бастамасымен, қатысуымен, Аманат партиясының филиалының басшылығымен осы жерде бюджеттік процедуралардың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету мақсатында облыстық мәслихаттың депутаттары мен бюджеттік бағдарлама әкімшілігімен бірлесіп еркін форматта 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет жобасы талқыланған болады. Осы талқылауда облыстық экономика және бюджет жоспарлау басқармасына біраз ұсыныстар берілді. Өрт сөндіру депосының ЖСқ-сын жасақтау жөнінде ұсыныстар берілді. Сол ұсыныстар өзінің қолдауын тапты. Депоны салуға жер бөлінді. Енді бұл былай айта кету керек, бізде өңірімізде біраз бағдарламалар жүріп жатыр. Оның ішінде жайлы мектепке қазір енді өздеріңіз білесіз, былтырғы жылдың өзінде де құрылыстың көлемі 1 миллион шаршы метрден астам біз құрылыс салдық. Соның бәріне мектеп болу керек, былай айтқанда басқа да жылу құбырлары болу керек. Осының бәріне жер бөлініп, депоның жеріне бөлінбей қалған болатын. Бірақ соған қарамастан осы жер бөлінді. Мамыр айында болған фракция отырысында Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасының орындалысын тыңдалып, облыс әкімінің орынбасары Руслан Бектемірұлы биылғы жоспардың 84 іс-шара мен жобалардың 40% орындалатын, қалған жыл соңына дейін жүзеге асыратын баяндаған болады. Сонымен қатар өрт сөндіру депосын салу жобасының орындалмау қаупі бар екенін айтып кеткен. Өйткені осыған дейінгі төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру депосы салу туралы ұсыныстары қаралмай қалған болатын. Сол ұсыныстарды осы фракцияда қарап, өрт сөндіру депосы Ақтау қала әкімдігіне жер бөлінуге ұсыныс берілді. Маңғыстау облыстық мәслихатының Аманат партиясы фракциясының төрағасы бұл мәселені аяқсыз қалдырмау мақсатында Ақтау қаласы әкімдігі мен төтенше жағдайлар департаментін облыстық мәслихат депутаттарын шақырып, өрт сөндіру депосын салуға жер бөлу мәселесін көтерген болатын. Ақтау қаласының сол уақыттағы әкімнің орынбасары Имамұхамед Шағырбаев осыған дейінгі жерлердің жайлы мектеп салуға, жылу қазандықтар салу үшін қайдағанын айтып, мәселенің мән-жайын түсіндірді. Жан-жақты талқылау барысында қалалық әкімдіктен өрт сөндіру депосын салуға қаулы шығарылып, жер бөлінді. Енді депо құрылысы салу облыстық құрылыс басқармасының міндетінде. Басқарма тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылды. Ақтау қаласы нөмірі 8-ші өнеркәсіптік аймақтың нөмірі 37-ші участогінде геологиялық жағдайлары қалыпты, климаттық кіші аудандар үшін жылдамдық тұрғызылатын конструкциялардың 2 автомобильге арналған модульдік өрт сөндіру депосын салу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеу аяқталды. Жоба бойынша мемлекеттік сараптамасы да бар, нөмірі 15-0110/24. Оң қорытындысы ағымдағы осы биылғы жылдың 10 сәуірінде алынды. Қазіргі уақытта мердігер мекеме анықтау үшін мемлекеттік сатып алу конкурстары жарияланып, сол жүріп жатыр. Бұл мәселе алдағы уақытта да осы фракцияның тұрақты бақылауында. Сонымен қатар айтып кететін, биылғы жылы жүзеге асырылатын дәл осындай тағы бір өрт сөндіру депосы бар. Ол мына Ақшұқыр аймағында. Оның қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттары аяқталды.
Енді осы алдымыздағы осы айдың 30-дарына таман экспертизадан шығады деген жоба бар. Сондықтан да осы жоба әлде де осы депутаттардың назарында деп айтып. Рахмет, баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайын. Бұл негізі өздеріңіз білесіздер, қалада бір депо бар, сосын промзонада біреуі бар. Ол қазір жасамай тұрған. Бірақ осының бәрі қазіргі уақытта осы жол картасының ішінде мен шатаспасам 5 жылдың ішінде 5 депо салу керек. Енді қолға алынды ғой енді былай айтқанда. Сондықтан да осыны бақылауда ұстау бәріміздің міндетіміздегі үлкен шаруа деп өзім есептеймін. 5 жылдан бері осы СД-ға қанша қаражат бөлінді? Әлі бөлінген жоқ. Бұл тек біріншісі болып отыр. Қазір екіншісі орын жасалған жоқ. Қазір міне жаңа қолға алды. Бізде енді сайлау өткен жылы өтті. Сайлау бағдарламамызға арнайы осы проблеманы облыстарға кіргіздік. Депутаттар бақылауда ұстап отыру үшін. Жаңағы біреулер айтып отырған Ақтау қаласындағы депоның өзі жер бөлінгенімен екі рет қайтарылған. Мемлекеттік қажеттілікке жерді қайтарып сөйтіп отыр. Содан кейін біз осы жерде арнайы жиналыс жасадық. Нұрбелаштың өзінің бастамасымен осы жол картасы бойынша жауапты болғасын қала әкімдігі келді. Сол жерде біз келесі күні хаттамасын шығарып беріп, жаңағы болды шештік деген бізге жауабын берген. Одан кейін де жаңағы ол жерде әртүрлі жаңағы коммуникация бар, басқа мәселелері бар деп, одан кейін де ол жерді ауыстырып, осы партияның бақылауында тұрған ол қозғалып отыр. Дұрыстап түсінуіміз керек те. Ол жаңағы сұрақты қойып отқаны өте орынды. Бұрыннан бері келе жатырған тапсырма. ЖС-тің қашаннан бері сұрап келе жатқан мәселесі, әсіресе мына жаңа микрорайондарда сол жерде депо жоқ, халық көп шоғырланған депо болу керек. Енді міне партияның қолға алғасын, ол міне шешімін тауып өткен жылы үлгермей, жаңағы кеш жерін бөлгеннен кейін, енді жер бөлудің партиямен шешілгеннен кейін қазір директориясы жүріп жатыр, солай ма? Құрылыс басқармасымен қатысып отыр мұнда. Өткен жылы ғана тек қана сізге қалалық әкімдік жерді берді, солай ғой? Өткен жылы құрылыс басқармасына жерді берді. Қазір перебірге ақша қойып, міне соның мәселесін шешу жолында. Осы жылға біз өкінішке орай тапсырманы орындалмай қалып, жаңағы осы жылға ауыстырып отыр. Енді бақылау сіздерде. Біз бақылаймыз, сіздер орындау сіздерде құрылыс басқармасы. Келісіп отыр бұл.